Саламатсыздар ма, оқушылар? Қашықтан оқыту сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасы қарулы күштері мемлекеттің әскери қауіпсіздігінің кепілі. Сабақтың мақсаты оқушыларға қарулы күштерді құрудың заңдылық негіздерін және Қазақстан Республикасының әскери доктринасы мен әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекет шешетін міндеттерді ұғындыру. Оқушылар нені білуі тиіс? Оқушылар ұлтжандылықты, жауапкершілікті дәріптеуді білуі тиіс. Оқушылар нені үйренуі тиіс? Оқушылар Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылуының заңдылық қағидаларын, әскери доктрина мазмұнын ажыратып, негізгі мәліметтерді баяндауды үйренуі тиіс. Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің қатары жас сарбаздармен толықты. Әскери ант қабылдау рәсімі елордада алғаш рет өткізілді. Осыған дейін барлық шара Алматы қаласында ұйымдастырылып келіп еді. Мемлекеттік күзет қызметінің жауынгерлеріне бір қатар міндет жүктелген. Олар мемлекеттік рәміздерді қорғайды, президенттің қатысуымен өтетін іс-шараларда қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Мемлекет басшысын ұлықтау рәсімінде ортаға мемлекеттік рәміздерді алып шығатында осы жігіттер. Олар әскери парадқа қатысады, шетелдік меймандарды күтіп алу кезінде де сап түзейді. Мемлекеттік күзет қызметінің сарбаздары мемлекеттің символы іспеттес. Өйткені біздің елге алғаш рет келген мәртебелі меймандар бірінші кезекте осы құрметті қарауылға зер салады.